Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті көрермендер, құрметті шәкірттер, құрметті жамағат. Міне бүгінгі дәрісімізде өтетін әрпіміз ол син әрпі, яғни син әрпінің басқа да әріптермен қосылып оқылуын өтетін боламыз. Ондай болса, бисмилля, бастайық. Син, сә, си, су, яғни фатхамен, кәсірамен, даммамен келгендегі оқылуы сә, си, су. Сөздің басында, сөздің ортасында және соңында келетін түрлері. Бәс, бәс, сәм, сәм, сир, сир, син, син, сил, сил. Жалғастырамыз. Сәфәр, сәфәр, сәқор, сәқор, сәбәқ, сәбәқ, сәләф, сәләф, сәмәк, сәмәк, фәрос, фәрос. Жалғастырамыз. Мәсләк, мәсләк, мәскән, мәскән, муслим, муслим, мусриф, мусриф, сим-сим, сим-сим. Жалғастырамыз ары қарай. Әсләмә, әсләмә, юслиму, юслиму. Истейсеро, истейсеро, ястейсиру, ястейсиру. Құрметті көрермендер, міне бүгінгі біздің өтіп атқан син әрпіміз алдыңғы дәрісте өткен шин әрпіне ұқсас келеді. Яғни ол шин әрпінде үстінде нүктелері болса, ал син әрпінде нүктесі жоқ. Осы екі әріп бір-біріне ұқсас келеді, соны шатастырып алмауға тырысайық. Және де тағы да басынан аяғына дейін бір қайталап өтейік, зейін қойып, тыңдап, қайталап отырыңыздар. Сә, си, су, бәс, сәм, сир, син, сил, сәфәр, сәқор, сәбәқ, сәләф, сәмәк, фәрос, мәсләк, мәскән, муслим, мусриф, сим-сим, әсләмә, юслиму, истейсеро, ястейсиру, ястейсиру. Міне, құрметті көрермендер, бүгінгі өткен сабағымыздағы әріп ол син әрпі. Келесі сабақтарда кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.